Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қуыршақ театры. Қуыршақ театры барлығыңызға таныс болуы қажет. Егер де таныс емес болсаңыздар, бұл орысшасы кукольный театр деп аталады. Суреттерге назар аударсаңыздар, түсінікті болады. Балалық шағымызда барлығымыз осындай көлеңкемен ойнадық, және теледидарда, балаларға арналған каналдарда осындай жаңағы қолғаптар киіп алып, оны сөйлетіп көрсететін эфирлер, бағдарламалар көп болған, және мынадайда қолмен жасап көрсететін, яғни қуыршақтарды ойнататын осындай театрларды жалпы барлығымыз білеміз, барлығымызға таныс. Бұндай театр Қазақстанда да өте жақсы дамыған екен. Ол туралы жалпы қуыршақтар театрының тарихы, бүкіл әлемдегі тарихы, қалай пайда болды, қашан пайда болды, ол туралы осы бірінші мәтіннен оқып, және ондағы мәтіннің қандай мәтін түріне жататындығын анықтаңыздар. Бұны сіздерге қосымша сілтеме ретінде тастаймын. Одан ары қарай сабағымызға ауыса берейік. Осы 6-шы тапсырмаға жаңағы қуыршақтар театрының түрлері көрсетілген сурет бар тапсырмаға қайтадан оралғым келіп тұр. Бұл өте қызықты тапсырма. Лупаның суреттер, яғни ізденімпаздық, шығармашылық тапсырмасы. Осындағыдай төменде көрсетілген 3 нұсқаның біреуін немесе өзіңіздің фантазияңызды қоса отырып, қуыршақтарды жасап, қойылым көрсетіңіздер. Қазіргі таңда қашықтықтан оқытуда, яғни үйде сабақ отырған кезде бұл тапсырма өте қызық болып көрінеді. Өйткені өз қолыңыздан жасайсыз, және сахналық қойылым болады. Бұны видеоға түсіріп жіберсеңіздер болады. Өте қызықты болар еді. Жалғыз өзіңіз орындауыңызға да болады. Себебі тек 2 кейіпкерден де құрастыруға болады. Суреттен көріп отырсыздар. Мысалға түлкі мен қоян. Мұнда да түлкі мен қасқыр болуы мүмкін. Осылай қуыршақтар театрының бір қысқаша скетч, қысқаша бір оқиғаны көріністі қойсаңыздар, сондай өте қызық болар еді. Және біз ары қарай осы қуыршақтарға тікелей қатысты мына жерде үй тапсырмасы тұр. Осыны талқылап кетейік, себебі тағы орындайтын тапсырмамыз осыған байланысты болып келеді. Бұл 7-ші тапсырмада Қыдырәлі Болмановтың пікірі берілген, қуыршақтарға қатысты Азаттық сайтына берілген сұхбаты болу керек. Қыдырәлі Болмановты барлығыңыз танисыздар. Қарақат Әбілдинаның күйеуі, продюсері, Қазақстанға танымал әнші. Бүгінгі таңда өзінің бизнес жобалары арқылы өте танымал болып жүр. Қыдырәлі Болманов мынадай пікір айтады екен қуыршақтарға қатысты. Қыпша-бел Барбиді қазақтың қарақат қызына ауыстыратын уақыт жетті деп есептейтін Қыдырәлі Болмановтың балаларға арналған қазақы ойыншықтарының ішінде тазша бала, алдар көсе, ер төстік сияқты аңыз ертегілерінің кейіпкерлерімен қатар Айгөлек әнін айтатын Сұргөжек пен әнұранды шырқайтын барыс та бар. Жас ұрпақтың патриоттық сезімі терең қалыптасып, өз ұлтының тарихы мен салт санасын жадына сіңіріп өсу үшін оларды қазақ тілінде ән салып би билейтін қуыршақтармен толық қамтамасыз еткім келеді, дейді Қыдырәлі Болманов дейді. Осындай пікірін айтылған. Сіздер осы пікірмен келісесіздер ме? Ал сіздер қандай қуыршақ тұсынар едіңіздер? Мына жерде мысалы Қыдырәлі Болманов қазақ ертегісіндегі кейіпкерлерді алдар көсе, ер төстік, тазша бала секілді кейіпкерлерді алып отыр. Сұргөжек те бар дейді ішінде. Ал сіздер қандай қуыршақ жасап шығарар едіңіздер, егер мүмкіндіктеріңіз болса, және оны неге ондай таңдау жасап отырсыздар, соны түсіндіріп кетсеңіздер. Және осы тақырып, осы мәселе өзекті ме? Қалай ойлайсыздар? Мысалы Барбиді барлығыңыз білесіздер, Барби кукласы, Барби қуыршағын. Осы Барби мен қазақтың қазақ қызы бейнесіндегі қуыршақтың айырмашылығы неде? Оның жас бүлдіршіндерге, балаларға берер қандай тәрбиесі бар, қандай пайдасы бар, қалай ойлайсыздар? Және де сонымен қатар осы жерде шетелдік мультфильмдердің кейіпкерлері, қазіргі балалардың ойыншықтарын қарайтын болсаңыздар, назар аударып, өздеріңізде байқап жүрген боларсыздар, өздеріңізде ойнаған боларсыздар.
солармен қандай айырмашылық бар? Мысалы, ұлттық нақыштағы ойыншық қандай, ал жаңағыдай шетелдік мультфильмдердің желісімен дайындалған, солардың кейіпкерлеріне арналған ойыншықтар қандай болады? Олардың пайдасы неде? Айырмашылығы неде? Соны сараптап, ойланып, өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Және осыдан келіп біздің мына 5-ші тапсырмамыз пайда болады. Осы жерде ұлттық құндылықтар. Қыдырәлі Болманов ұлттық құндылықты бірінші орын қойып тұр. Неге? Өйткені бала ойыншықпен ойнай отырып не істейді? Сол ойыншыққа қарап дағдыланады, солардың киім киісіне, солардың түр әлпетіне қарап, кішкентай болсын, бүлдіршінде, кішкентай балада кішкентай кезінен сана сезім қалыптасады. Ал егер де ол шетелдік ойыншықтарды емес, шетелдік кейіпкерлерге толы ойыншықтарды емес, кәдімгі өзіміздің қазақтың киімімен, қазақтың бейнесімен, тіпті қазақ тілінде сөйлейтін ойыншық болса, ол баланың сол қазақ тілге деген сүйіспеншілігі артады дейді. Тіпті ол би билейтін болса, қазақша би билейтін қуыршақ болса, тіпті балалар соны қайталайды дейді. Шынымен кішкентай балалар сондай қайталағыш, еліктегіш болып келеді, және не көреді, соны бойына сіңіріп өсетін болады. Сондықтан кішкентай балаларымызға тәрбиенің бастауы осы ойыншықтар деп алып қарасақ, немесе мультфильмдер деп алып қарасақ, сіздер келісесіздер ма? Мысалға, мультфильм, егер сіз мультфильм түсіретін болсаңыз, немесе қуыршақ шығаратын болсаңыз, сізде сондай қандай да бір мүмкіндік бар болатын болса, қалай оны ұлттық құндылықтарды қалай сіңірер едіңіз? Балалардың бойына ұлттық құндылықты сіңдіру үшін қандай іс-әрекеттер жасар едіңіз? Мысалға, ана тілінде, қазақ тілінде сөйлетіп, мысалы, салт-дәстүрлер, немесе рухани бастаулар дейді. Қазақтың биін билетіп деп мына жерде Қыдырәлі Болманов өз пікірін айтып тұр. Ал сіздер тарихпен, мәдениетпен қалай байланыстырар едіңіздер? Өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Осылайша қуыршақ театры тақырыбында да сондай бір үлкен мәселе, әлеуметтік мәселе, ұлттық мәселе, тәрбиелік мәселе жатыр. Осыған қатысты өздеріңіз ойланып, мүмкін болашаққа бағдар құрарсыздар, өздеріңіздің алдарыңызға осы мәселеге қатысты мақсат қоярсыздар. Қазақстан сіздің қолыңызда, біздің болашағымыз сіздің қолыңызда. Сау болыңыздар.